Айдын көлдің жағасында шылқыған бір бай өмір сүріпті. Оның Балқаш есімді сұлу қызы болыпты. Балқаштың сүйген жігіті кедей екен. Екеуі бір-бірінсіз өмір сүре алмайтын халге жетіпті. Мұны білген бай нөкерлеріне әлгі жігітті ұстап алып, түн ішінде көлге батырып жіберуге бұйрық береді. Ғашығының өлімін естіген кезде бойжеткеннің көкірегі қарс айырылып, қатты қайғырыпты. Әкесі қызын көрші отырған байдың ұлына бермекші екен. Тойға дайындық басталады. Ертең той деген түні Балқаш көлге қарай жүгіріп, сүйгенімен қосылып, мәңгілікке бірге болу үшін тұңғиық суға секіріп кетеді. Осындай адал махаббаттың құрметіне жұрт көлді Балқаш деп атап кеткен.